азыр кырдаалчы чыгарманы тагыраагы мен 2001 жылдары кырдаап чыккан Столбек Бактылык деген композитор агайыбыздын чыгармасы. Анан Раматлык Элмира Кайып кызы экөөбүз ырдама керек. Экөөбүз даярданып калгандан кийин анан жалгызымсың, жалгызыммын, аярымсың, аярыммын деп айтылганда деген ушу запись болуп атканда мен күлүп калдым. Аярымсың, аялымсың дегенде болот экен. Аялымсың болуп калат экен десем, намыстанып кетип Раматлык ырдабай койду да, жок өзгөлөрдөн мен ырдабайм. Анан аябай күлчүдүк экен. Бейиш Олгор мыкты инсан да. Анан ошол чыгарма азыр көпчүлүктөрдүн тукумуна толуп азыр дагы жаңырып атканы бизде албайт да болуп турат. 20 жылдан ашып калыптыр, жана алганда сүйүү бул атанын сөзүн жазгандыр. Ошол чыгарманы аткарып берейин. Азыр дагы бир таланттуу кыз чыгат, анан тагындагы талантына күбө болосуздар. Кабыл алып коюңуздар, жалгызымсың. Үйгүлөрүңүздөр менен баарлайбыздар. Show
yalnızımsın. Sen beni düşündükçe yalnızımsın. Бұл қызыл сынапы Нұрайым. Құдай бұйырса бүгін тұшаусы кесілгенде қандай сіздердің қолдауыңыздарда болса, жаратқан өмірін ұзын қылып, ошол ұзақ өмірінде ушундай алтуыңыздарға, ушундай қол чабыңыздардың ээси болып жүрсін. Нұрайым Құдай бұйырса быйыл 11 класстың оқушысы. Өзі көптеген таланттары мекендеген ақсы жерінде біз болып. Қырғыз бірақ Құдай бұйырса Қырғыздың намысын, Қырғызстанның атын шығарады деген үмітіміз бар. Сен бар еді. Рахмет. Құдай бұйырса мен Нұрайымға айттым. Көз тимесін, бұлақтың үніндей шыңғыр мұқам ноғышы бар екен. Құдай бұйырса шығармашылық жолында таш аттан көп болады. Ташты жерде, таштақ жерге салмай, ташты қандай айланып өтішті. Болмаса жолындағы таштарды алып қойышқа мен жардам берейін. Ағыны қату суға түш келесің. Ағыны қату суда Құдай бұйырса көпірі болып берейін. Бороон чапқынға түш келесің. Бороон чапқында далдау болып берейін деп Құдай бұйырса шол қызымызға өз хаттарымызға аланы деп шештік. Бұйырса мекеннің конкурсында дағы келіп қолдап кетсеңіздер болады. Нұрайым қызымыз ошол конкурсқа дағы қатышады. Келешегі кең. Көп мақтай бермейін. Жақсы оқшылық деп 11-ді бүтөрмен алып кетіп қалмаса. Қазіранда кезек Нұрайымдан да қолымызбенен дағы білек шығармақтап берсін.
Нұрайым. Нұрайым, қандай саны қолшалар болады? Нұрайымға бүгінгі концерттен ең жақсы қолшалар Нұрайымға болды десек болады. Сіздер қаншалық башқа артистерге қатырақ қол шапқан сайын, нар жақты артистердің өмірлері қысқарып қалады.